Ахум яқсимуна рахмата раббик. Пайғамбар, қағиданы түсіндірейін дейді. Осы күнге дейін бұлар әрқайсысы неше түрлі дүниеге нығметке бөліп қойдым мен. Бұлар мекен дейді Раббыңның рахымын үлестіретін дейді адамдарға. Нахну қасамна байнакум мағишатакум фил хаяти дуния. Алла айтады, мен ғой дейді. Осы дүние тіршілігіндегі күллі ризықтарын үлестіріп берген. Анаған джип, қазіргі уақытпен айтқанда. Анаған кішкене төмендеу машина, анау тек трактормен жүреді дегендей, анаған бір бақша, анаған екі бақша, анаған бақша жоқ, анаған үлкен 4 нелі үй, анаған 1 нелі үй дегендей нәрселер. Күллі нәрсені үлестірген мен дейді. Ол ойлайды, өзім жеттім деп дейді. Көрдіңіз ғой. Варафана бa'дакум фауқа бa'дин даражат. Дүниеде сендерді бір-бірлерінің үстіне дәрежелеп қойғанбыз. Дүниедегі дәреже Алланың қасында мүлде ойнамайды ол. Соны білу керекпіз біз. Яғни мал берді, мен жұмыс берем. Мына кісіге жұмыс берем, мына кісіге жұмыс берем. Мен дейді сені жұмыс беретін деп қойғам. Сен шүкір етесің бе, шүкір етпейсің бе, тек соны күтіп тұрмын дейді, болды. Сондай ана кісілерді саған келіп жұмыс істейтін қылып қойғанда мен дейді. Қараңыз. Лияттахиза бa'духум бa'дан сихри. Яғни бір-бірлерінің жұмыстарын істеп жүру үшін адамдар. Бұларға берілген дүние түкке татымайды пайғамбар дейді. Ва рахмату раббика хайру мимма яжмаун. Алланың Құран деген рахымы. Қараңыздар. Мына дүниеде жиған нәрселерінің бәрінен хайырлы дейді. Құран қалай келеді құрметті жамағат?